жаралғанына 7 миллион жыл боламын дерінетін қарт Алатау адамзат баласы ғұмыр кешіп келе жатқан 4 миллион жылдағы оның басынан өте не хикматтың бәрін қуаныш, реніш түгел көрді. Сол 4 миллион жылда адамзат өткен қилы қысталаң жолда тарихта мыңнан бірі де қалмады. Біздің тарих деп шолатынымыз сол тарихи оқиғалардың жаңғырығаны десек артық айтқандық болмайды. Адамзат тарихы үшін түкке тұрмайтын уақыт біз үшін өте көп кезеңді қамтиды. Сол азғантай тарихтың өзін дәл білмейміз, қашан бірге шатастырамыз. Қазақ елінің өмірінде 3 Майқы, 2 Әбілқайыр хан, 2 Қасым хан, 3 Жәнібек, 3 Бөгенбай, 3 Қазыбек, бірнеше Мәмбет Батыр тағы басқа қайталана беретін есім мол. Соны ажырату үшін қазақ бәрін өзіне тән ерекшелігімен немесе руының атымен атады. Бұл жерде рудың, тайпаның атынан қашудың керегі жоқ. Бұл шындап келсек орыстардың фамилиясы сияқты ғана жағдай. Қазақ елі қаздаусы Қазыбек биді, шапырашты Қазыбек бекті, қаракерей Қабанбай төңірегіндегі Найман Қазыбекті біледі. Сондықтан да олар жеке ат беріп айдар тағады. Шапырашты Қазыбек бек туғанда, қаздаусы Қазыбек қазақ даласында аты кең жайылған билікке араласқан жасы 30-ға келген адам екен. Сондықтан да сол кездері іле матайында өмір сүрген шапырашты тауасар би ырым қылып қаздаусы Қазыбектей жақсы адам болсын деп баласының атын Қазыбек қойған. Оның жөнінде қазақ совет энциклопедиясында Қазыбек тауасарұлы Наурызбай батыр әскерінің мыңбасы, шапырашты тайпасы асыл руынан әжіке деген атасынан шыққан, қалмақтармен соғыста тұтқынға түскен, адағасы Бәйкөбекті қармақ болып көп қалмақпен соғыс үстінде өлген. Батыр өлген жерді қазіргі Алматы облысының Күрті ауданы жергілікті халық Қазыбек тауы деп атап кеткен. Қазыбек тауасарұлының қазір Қазыбек аталатын жерде дүние салғаны рас, бірақ бектің өз жазбаларына қарағанда оқиға біраз өзгеріп дамиды. Қазыбек тауасарұлы 1692 жылы сәуірде іле матайының қазіргі Талдықорған облысы Кербұлақ ауданы етегінде дүниеге келіпті. Әкесі Тауасар Матай ұлы Дәулет, немересі Дәулет қазақтың Қарасай батырының тұстасы. Сол кезде би болған кісі баласын 5 жасынан оқытқан. Оның байдың ерке боламын демей алысқа Бұхараға жіберген. Баламды медресеге білдеп бердім, шен алсын қызмет қылсын деп бермедім деп ол абай айтқандай, ол да баласын шаруа, әсіресе мал мен шаруалардың қазаға керекті күн райын атпен әлемді сырын білетін адам етпек болған. Сөйтіп сауатын ашып Бұхарадағы дін оқуын 4 жылда тәмамдап, ол еліне Жетісуға қайтқан. Ел жұрты жиналып Матай биге кісі салып, немересі біздің ағаларымызды тілін сандарсын, ұрпағымыз көкірек болып қалатын болды деген соң қаршадай 9-дан 10-ға шығар Қазыбекке бала оқыттырады. Дулат пен шапырашылар балаларын Матай Шаңқайға 2 жыл бойы атпен жан-жақтан жіберіп тұрды. Атасы Матай би балаларының оқуын өз қадағалап отырды. Өйткені 9 ұлдың әкесі Матайда сауатты, заманында үйсін Найманға ықпалын жүргізген айтулы кісі болды. Әсіресе ол қазақ пен қырғыздың татулығына көңіл бөліп, екі халық арасында дәнекер болған, екі елдің тізе қосып өмір сүруіне көп күш салған. Оның өзін қырғыздың атақты шешені, күллі қырғызды бір қолға жинаған Төлекей арқылы жүргізген. Онымен қисба-дос болып кіші ұлына атын Төлекей қойған. 2 жылдай бала оқытып, біраз адамның сауатын ашқан Қазыбек балалығы сол емес пе? Түстен кейін шәкірттерімен қосылып, асық ойнап, тай мініп жарысып жүреді екен. Оның ауылда отқан шешектерінің ішінде өзінен үлкендер де көп болған. Мысалы, кәдімгі мүйізі батыры деп ақынның қызыл жерлі Сүйінбай, қазақ поэзиясының алыбы ұлы Жамбыл жырлайтын Өтеген Қазыбектің өзінен 1 жас үлкен еді. Кейін өзі оқыған Өтеғұл мен қатты дос болып өмірінің ең бір мәнді маңызды шағының бәрін сонымен өткізді. Арада 2 жыл өткен соң Қазыбек қайта оқуға аттанды. Ол Бұхара мен Самарқандқа жөнелді. Дулат жалғыз Жарылқамыс Өтеғұл бай өзінің бір ұлы Өтегенді Қазыбекке қосып оқуға жіберді. Осыдан кейін Қазыбек пен Өтеген Бұхара, Самарқандты, одан Ауғанстан арқылы Шамға, Бағдатқа, одан әрі Ыстамбұлға, Римге барып 8 жыл оқыды. 10-шы жылы аяқ басқанда елге оралды. Қазыбек бек өзі өлер алдында жазған түп тоқсан өзіме сенім деген кітабында былай дейді: ел аралаған сыншы болады, тоғай аралаған үйші болады демей ме халық? Менің де көремін де білгенім көп,
оның айтып берерге уақыт жоқ. Уақыт аяқ өзенінде кеуде көрпеде емес шапқанда өтті. Ордадағы күндердің биік жолға жазған 3 кітап болмаса ештеңе өндіре алмай өмірімнің өкінішімен өтіп барады. Еркек дауысы қатында ұят болмас, қатын дауысы еркекте қуат болмас деп қазақ сол қатынды жіңішке зорға жеңгірлеп сөйлеп қуаттан бүгін айрылған шақ. Енді бұны бұрынғыдай жігер қайрат бар кезегідей үзілдіріп жаза алармысың? Кетті ғой ол заман келмеске, қос атпен қусаңды жеткізбейді. Ой дүние-ай! Шынында да Қазыбек Өтеген батыр екеуі жарты дүниені аралаған. Ол Қазыбек қазақтың тебіздігін, асқан көрегендігін айта келіп, сонымен бірге тым ақ көкіректігін, тым жуас сенгіштігін біліп, оның өзі халқының басына пәле болып жабысатынын ашып айтады. Біздің түбімізге екі нәрсе жетеді, дейді Қазыбек. Бірі тым жауынгерміз, жауға шаптықта жаулап алған жерімізге сіңіп кеттік. Біздің түбімізге жеткен екінші жай ол біздің ақкөкірек сенгіштігіміз. Жарлы болатын жігіт байталын атқа сатады, жалғыз болатын жігіт ағайынды жатқа сатады дегендей. Өз мүддемізді жалтырақ түймелері айырбастағымыз келетіндер арамызда бар. Оның ақыры не болмақ? Оның түбі тұл айдарлы құдайтуға апарады. Дүниенің көп жерін аралап, көпті көріп, көп болғандықтан болар, ол елінің болашағын, елімізді бір-біріне айдап салып арамызға алла-торғай болып отырғандарды да уақытысында көре білген. Оның жөнінде болатын. Өйткені бектің өмір сүрген кезеңі қазақ халқының басына ауырлық түскен астабан шұбырынды алға көз сұламай еді. Ол осы жаны алысып жан беріскен. Ал егер ағайын безер болған дәуірде, аштық, жалаңаштық, қорлық, зорлық дәуірде өмір сүріп, оның бел ортасында болған адам. Бұхарадан 4 жыл оқып, дін оқуын тәмамдап келген Қазыбек 2 жыл бала оқытып елде жүріп мауқын басқан соң, әкесі Тауасар би оқуға бару керектігін, әсіресе аспан әлемін зерттейтін, күн райын, табиғат сырын аңғаратын ғұлама болуын қалаған. Оған күш жалғандығы сонша Қазыбек Бұхара мен Самарқандта оқығанда оның жатқан жеріне еркін жүріп көл көсір білім алуына бар жағдайын жасап, жылына 15 бие, 150 қой жіберіп отырған. Бұрын мұнда 4 жылы білім алған Қазыбекті енді Бұхарада оқу қызықтырмайды. Оны ол былай деп жазады: жаңа келген оқу іздеген өтенге мұның бәрі қызық болады. Мен болсам бұрын Халимол медресесінде 4 жыл шәкірт болып, көп жайдан уаз алып, нәміні алып, ендігі біраз нәрсемен тахрис болған жайым бар. Менің өтеннен бөлек араб тілін оқи бастадым. Сондықтан да Бұхарада қызығатын оқу қалмағандықтан ол Самарқандта кетеді. Бұл шақта Самарқанттағы жалғыз білім ордасы Ұлықбек қирасы. Онда 1,5 жыл уақытын өткізеді. Ұлықбек ілім ордасында ол аспан әлемінің жаратылысын, ауа райын зерттеуді, қарапайым үлгілерін үйреніп, әкесінің малының өріс қонысына бағыт-бағдар бере алатындай болып, 1,5 жылының басы өтпегенді қанағат қылады. Бірақ Қазыбектің оқуға келген кезеңі Ұлықбек қирасын дін иелері бұзып, тамтығы ғана қалған кез болатын. Мұнда ол Ұлықбекпен қирада бірге қызмет атқарған атақты қазы Зәдіғамидің ұрпағы Хафиз зәдіге шәкірт болып дәріс тыңдады. 1,5 жылдан соң бұдан кету керек болды. Өйткені бұл Ұлықбек қирасы өтегенге қолайды болмады. Мұнда Кәши сияқты атақты ғұламаның тұқымы Махибек беретін сабақтарды ұғынуға өтеген білген көрген аздау болды. 1,5 жылда Ұлықбек растықаның қырын-сырын біліп, ондағы аспанды зерттеуге қажет құралды меңгерген соң Асфаханға жол тартты. Қалайда мен Ұлықбек ілім ордасын көп мағрифат таптым деп есептеймін, деп жазды Бек. Ол Жошыбай Қабіл шаһарында болып Асфаханға барды. Асфахан сол кезеңнің өзінде парсы жұртының астанасы, сауда-саттық өрістеген, өнеркәсіпті бірнеше Шама қазақ жеріне белгі шаһар болатын. Асфаханды кілем, Асфаханды қалаш дегендер қазақ жеріне көп жететін. Ол Өтеген екеуі Латфолла Шайха мәсжидінде дәріс алады. Ол Асфаханда болып парсы жылдарының жазылып кеткен тарих ғылымының негізін үйренді. Жаяулап келіп Техранды бірнеше ай тұрды. Осы Асфаханда ол парсы жылдарының жазылу қисынын, тарих ғылымының негізін үйренді. Жаяулап келіп Техранды бірнеше ай тұрды. Ирандықтардың 1 күндік, 2 күндік некеге тұратындығын көріп, шәкірттердің жаны түршікті. Әсіресе парсы, араб елдерінің ағайынды кісілердің балаларын некелестіретін көріп қатты түңілді. Қазыбек Бектің әсіресе Бағдат пен Ыстамбулға барып білім алған шағы, оның ең ілімді танып, жан-жақты өсуіне мүмкіндік алған ісінің нәтижелі болған кезеңі. Бұл кезде Қазыбек араб тілінде, парсы тілінде айтарлықтай меңгерген болатын. Бағдат кітапханасы сол кездің өзінде бірнеше үйді алып жатқан зор ғимарат.
болатын. Онда дүние жүзінде шыққан кітаптардың кездеспейтіні сирек еді. Осы кітапханада Қазыбек тұңғыш рет қарашоқылық Әбу Насыр әл-Фараби бабасының еңбектерімен танысты. Осы біраз уақытын өтеген алды, өйткені көп кітапты өзінше оқуға оның білім азық етеді де оған кітап мазмұны тәржімалап беріп отырды. Ал ол Фарабидің философиялық әуез жазбалары оқыды. Бірақ қарашоқылық бабаның математикалық жазбаларын оқу оған өте ауыр соқты. Оның жақсы сіңіру жолында әлде арнаулы ілімді меңгеру керек екені, елді билеу, басқару, онда болуға тиісті тәртіп пен тебіздіктің өлшемдері, билеуші мен бағынушының арасында ара қатынастар, мемлекеттің құрылуы, қирауы жөнінде Фарабидің ой жүйесі мұның ойынан шықты. Тіпті әл-Фарабидің отбасы ошақ қасындағы жайға дейін тоқталып ойын түйелегені таң қалды. Бірақ деп жазады Қазыбек бабамыздың, адамның ұрпағы өлген соң, денелері құрыған соң олардың жаны азат болады, бақытқа кенеледі дегенін мен құптай алмадым. Тіршілігімде көрмеген бақыт адыра қаласың. Мен өлгеннен кейін бақытты тіпті дұшпандарымды қия аламын дегеннен құтылған соң жан бақытты болады екен. Сонда ол не бақыт? Сондай-ақ басшылыққа бағын адамдар ғана қайырымды, абзал, бақытты адамдар болады деген пікіріме де ол келіспейді. Бабаның осы пікірін ол өтегенге айтқанда ол тіпті ашуланып кетті. Онда менің адам болып керегім не, мал болсам да жетеді, өріске біреу айдап барады, біреу айдап қайтады, мал болу керек онда, деп өтеген күйіпсті. Бектің жазбаларына қарағанда ол әл-Фараби шығармаларын түгесіп оқи әбден зерттеген. Әл-Фарабидің әлеуметтік зерттеу қағидасын өмірде өзі қолданғанын байқау қиын емес. Ғұламаның кітаптарын оқып отырып ол өзінің арманын да айтты. Бірақ бабаның ол пікірі біздің сайын даламызға қашан жетеді, оны кім жеткізеді? Әлде ол араб парсының ғана еншісі болып қала алар ма? Соғыс өнерін және әділетсіз соғыс болатын да ол ғұламадан тапты. Қазыбектің соғыс өнері жөнінде Еуропада алған білімнен кейін қалмақтармен болған ұрыстар нәтижесінде берді. Сондай-ақ аспан әлемінің адамзат баласының әсерін күннің, жұлдыздарды, адам мінез-құлқына қатысып оқып бір сапа пікірін қалдырды. Дүниеде сирек кездесетін кітаптарды оқығанда Қазыбек құныққаны сонша, өтегені оған кітап оқығанда жанында жалғыз мен ұмытып кетесің дейді екен. Бағдатта ол ежелден келе жатқан Ғали ибн Яхия ибн әл-Мұнажим деген атақты адам ұрпағының кітапханасында оқып тәмам етті. Өйткені бұл кітапханада көнеден келе жатқан кітап оқуға келген адамның бар қаражатын, шығынын кітапхана иесі көтеретін өте бір адамгершілікті игі дәстүр бар екен. Бек заманында бұл игі дәстүрді біршама пайдаланған. Қазыбектің ілімді меңгерген сонша, оның кейбір пікірі бүгінгі күнмен астасып жатады. Бірақ алхимия жолы қатерлі жол, ол адамзатты аздап-тоздырып жіберуі мүмкін. Мен бүткіл алхимияның атасы Жәбір ибн Хайның 77 тарауланып жүйелеген кітабын ұқтым. Егер ұшпу мағариб кейфият берер болса, адамзат мағашияттың пайдасына бірдей зараты да болмақ. Оның мысты алтынға айналдыратыны, дақида сайқал дүние істей алатыны көзім жетті, деп ойын аяқтайды. Қазыбек бұдан кейін де көп жерді шарлап, Басра, Шам, одан Анкира барған. Бұл араларда өтеген батыр екеуі жаяу өтті. Анкирде екі аялдап Стамбул барған. Қазыбектің өзім адам қатарында қосылдым дейтін жері осы. Өйткені ол Стамбулдың мұсылман мәртебелі мектебін оқып бітірді. Бұл сол табандағы жоғары мектеп екен. Оқу табандатқан 3 жыл. Түріктер мұны дүнияуи оқу орны деседі. Мұнда ол жан-жақтан білім алды. Жаратылыс сырларын, науқас құпиясын ұқты. Ауруды есінен айыруды осында білді. Махмуд Қашқаридің Дияуни ал-Лұғат ат-Түрк, Қожа Ахметтің Дияуни хикмет кітаптарын осы жерде оқиды. Шежіре шәкірт оған ренжіді де қуанды да. Реніші өз бабаларының кітабын осы өз елінде оқымай басқа елде оқуда, қуанышы қазақ топырағында туып жасаған адамдар кітабы жат жұртта да болу еді. Қазыбек аспан әлемінің, күнді, айды әңгімелей келіп өзінің түп-тұқиянын өз мешкен кітабында енді 250-350 жыл шамасында ай мүлдем көрінбей қалатынын жазды. Одан кейін Қазыбек әуез өнерін үйрену үшін Стамбулдан Римге сапар шекті. Оның әуез жөнінде терең білім алғаны да өзі қалдырған жазбалармен айқын көрінеді. Мұның айқын дәлел ретінде біздің жыл санауымыздан 16-шы өлген Майхы мән қалан о дариға-ай әнін нотаға түсіріп қалдырғанын айтсақ та жетеді.
Ал Италияға баруда негізі екі мақсаттың бірі сурет, сәулет өнер болса, ол Қазыбекке қонбапты. Оның өзі суретшілік өнерде байқап едім, сол маған көнбеді. Оның қисаның білегінен туып біткендер өнер бойыма сыймады деп жазады. Қазыбектің әуез өнерінде білімін оның қазаққа әнді пеленеге келтіру жөнінде адам денсаулығының сипатын береді пікірлерді 16 жыл өткен мән баласының о дария-ай әнін нотаға түсіріп қалдырғанын айтсақ та жетеді. Ал Италияға барудағы негізгі екі мақсаттың бірі сурет, сәулет өнер болса, ол Қазыбекке қонбапты. Оны өзі суретшілердің өнері де байқап едім, ол маған қонбады. Оның қасында білгенмен туа біткен өнер бойыма сыймады деп жазды. Қазыбектің әуез өнерінде білімін оның қазақы әнді пеленеге келтіру жөнінде адам дауысының сипатын берудегі пікірлерін айқын байқауға болады. Қазыбек Тауысарұлы бүкіл Еуропаны орыс жерінен біразын аралап Италия Иоласын арқалап 1709 жылдың аяғында елге жетті. Елі өтеген екеуіне ат шаптырып той жасады. 1710 жылы Тәуке хан Жетісуға келіп Көктөбеде кіші саздың төңірін жайлады. Тәуке хан Қазыбектің ордаға қызметті шақырды. Ол осы қаңырғанымда жетер деп бармады. Елге келген соң Қазыбек біраз демалыстан кейін бұрынғы жазбаларын жүйелеп 3-4 жыл уақытын Иран шешегі атты кітабын жазуға жіберді. Бірақ ордада қызмет істеген жылдары ол кітап жоғалып кетті. Сол жылдары іленің оң қанатында қарасқана жоспарлап сала бастады. Бірақ оның қалмақтармен болған соғыс біржола жоқ қылды. Бектің бұдан былайғы өмірінің бәрі таудың шыңында, найзаның қымында өтті. Осы бір жылдары қашқарлықтар мен Жаркенттегі суандар арасынан шатақ шықты да қашаннан қазақ жеріне көз алартып отырған Севан Рабдан ұрысты пайдаланып оларды оп-оңай қарап алды. Қалмақ енді кең қазақ жеріне ауыз салмақ еді, онысы болмай қалды. Өйткені қалмақ тентектері Қытайға тиісіп қойып олармен болған ұрыс оны қазақ жеріне бермеді. Бірақ Севан Рабдан бәрібір қазақтарға соғыс ашудың есебін тапты. Ол өзі қаратып алған қырғыздарды қазаққа айдап салды. Қазақтарды қарап жатпаған еді. Арада 2 жыл өткенде қалмақтардың көршілес ауылдарына тыныштық бермей шабуыл жасап, орыс елшісі Трубников қолға түсірді. Қазыбек осы елшінің сөзін тәржімалауға қатысты. Елші сөзінің орыстың отарлау саясатын аңғарды. Оның ұрысқа жалпы ел қатынасына араласуы осы 1715 жылдан басталды. 1717 жылы Аягөзде қалмақтармен арада қатты ұрыс болып, оларды сол төңіректе наймандар мен жалайларды оңдырмай жаралап жіберді. Қазақ қолын Тәукенің ұлы Қайып басқарды. Осы ұрыста Әбілқайыр да болды. 2 күні болған ұрыс өте қатты жүрді. Қайып пен Әбілқайырдың араз болуының кесірі қазаққа тиді. Дегенмен соғыстың жеңісі қазақтар жағында болды. Осы ұрыста Қазыбек Қабанбайды әрі батыр әрі жырау Қожаберенді көрді. Ұрыстан кейін келесі жылы Қазыбек Севан Арабдан қаршысына елші болып барды. Севан Арабдан жасы үлкен адам. Мен әкем қатарлы деп жазды кейін Қазыбек. Мен оның Доржы деген баласының қолында тұрдым. Олардың сырында, жырында, қазақтармен байланысуға құмар қыздарын да біліп отырдым. Қытай соғысынан қорыққан Севан Арабдан орысқа бодан болуға кісі жіберді. Сөйтіп сасып отырғанда Қытай императоры Қанси өліп, оның орнына келген жаңа патша ұрысты тыйды. Кәрі Түркі енді Россиядан айнып Қытайға елші жіберді. Сонан соң Қазыбекті шақырып алып, баламдай болып едің, енді еліңе қайт, бізге елші керек емес дейді. Елге келе Қазыбек Қайып ханға хат жазып лаумен жіберді. Бірақ көктемде қалмақ ұрыс ашады дегенге Қайып хан түгіл өз әкесі Тауысар сенбейді. Қазыбек сөзін тыңдамай іленің оң қанатына көшті. 1723 жылдың қыс ортасында ақ қалмақтар қозғалып көбі көкше теңізді айналып кетіп жатыр деген сөз естілді. Жетісуға оның да себебі барды. Арахас пен Лабас орнында елді ол көзге ілмеді. Қазақтың орталығын қазақ ең көп жерін алсам басқасы еш жаққа кете алмайды деп есептеді. Сондықтан олар көкше теңізді айналып шығуға таласқа шабуыл жасады. Көп ұзамай Ташкентті алды. Болат хан күш көрсете алмады. Ал Жетісу жағында шабуыл жасамақ қалмақтар аңқайдан бері қаптады. Баласы жоланған барлық қайдағы білген төле Алакөле нақ осыдан бір ай қарай Қазыбек әтіңді қару асынған көп қазақтың бірі болып
енді ол Жетісуда қалмақтың соғыс ашылуының басы қасында жүрді. Өйткені 2 жыл қалмақ жерінде елші болған, олардың жай-жапсарын жақсы білетін, қалмақтардың соғысатын жөнінде айтқаны келген Қазыбекті енді тыңдамау мүмкін емес еді. Сондықтан да халық оның төңірегінде жиналып аузына қарады. Жетісу қазақтары батысқа қарай көше қашты. Үлгермегендері тау-тауға сай қобақты қылды. Қазыбекке әкелі балалас Атай мен Бөле қосылды. Қазыбек іленің сол қанатының қордайға дейінгі жердегі қазақтар қарсылығын басшылық етті. Үркіп үлгермеген елді лабасының үстіне жіберіп, оған баратын жолдардың аузына кептеулі қойды. Бала-шаға, кемпір-шалға дейін әйтеуір бір артуға жарайтын ат үстіне қонды. Ұрыстың алғашқы сәтінің қалай ұйымдастырылғанын Бектің өз аузымен берелік. Қарақыстақ салынғанында 1200 жыл болған көне қыстақ еді. Бұл шаһарда сол кездің өзінде жарты мыңға тарта түтін барды. Сонымен қалмақтар үлкен шаһарға келдік. Енді бір байлыққа батамыз, әр қалмаққа 3 малай, 3 қатын аламыз деп кеуде соғады. Қарақыстаққа кірсе адам түгілі тірі шыққан жоқ. Жұртта тіпті ит те қалмаған. Үйлер қаңырап бос тұр. Қалмақтар ыза болып шаһардың шетіне от қоя бастады. Осы кезде сары-шыбыр жоқтан бір топ аты адам шыға келді де қыстаққа таман келе берді. Қалмақтар қыстақтай тастай салып алып қуып берсін оларды. Олар тауға қарай бұра тартты. Қазақтар садақ оғы жетпейтін жерде қашып отырды да Қарақыстақтың сайына кіре берді. Қалмақтар жаңағы оларды сайға қамап ұстаймыз деп ойлады. Қазақтар қаша берді. Сай тарылған кезде арттағы қалмақ қосынының арасынан шу шықты. Төбесінен тас жауды. Алдыңғылар оған маңыз бермей қашқандарды қуғанға мәз болып балақтап шыға берді. Қазақ қашты, біз Галияпқа жеттік деп ойлады. Осы бір сәтте алдыңғылар да қайда барарын білмей бастау қалады. Бала-шаға, шал-кемпір, қатын-қалаш тегістеп тас томалақтан кезде ұйылып тұрған қалмақтарға садақтан да мылтықтан да оқ жауды. Өлгеніне қалғаны сай аузына қайта қашты. Енді сай аузында садақтар тап болды. 500 адамның жартысы қалды да олар қыстаққа беттеді. Осы кезде сары шабыр астында қалың тікенің арасында қойған адамдар қалмақтарға лап берді. Сөйтіп сол 500 адамның ешкіміне жібермей тып-типыл қырып жіберді. Жетісулықтар барлық қыстақты бос, елсіз, малсыз қалдырды. Қалмақтар бүкіл Жетісу қаңырап бос қалғандай әсер алды. Ел таудан түспей тауды қыстады, бірақ қыс бойы қазақтар тыныш жатпады, оқ дайындады. Бұл кезде арқада орысқа қараймын деген сөз көп естілгендіктен қазақтың оңтүстігі салмақ тісіне жұмсақтау келді. Арқаны кейінірек жаулады. Қашанда жаудан іштен шыққаны жаман. Атасы Ұлтаныс батыр соғысынан қалған қарен баласы Қаскөлең сияқты бірлі-жарымды қазақ арасындағы қалмақтар жағына шықты. Қазаққа көп зиянын тигізген Қаскөлең біздің Қаскөлең бойында ақ туған еді, бірақ шамалы тоқсан қазақты беліне тас байлап іле отырған әкесі екеуі қастыққа қой жанында тұрды. Жетісу қазақтары үріккендері Қозыбасыдан атаның басын бір-ақ тартты. Ел жиналып күш біріктіріп болдық-ау дегенде қазақтар 1723 жылы 3 алматы балығы аузында қалмақтарға шабуыл жасады. Шамалы әскерінің артын жинап үлгермеген екен. Олар қазақтың шабуылынан хабардар екен. Қырғауылдан торсы ақ жалау көтеріп шығып қалмақтар соғыс бетін айқындады. Қалмақтың осыған дейінгі бас батыры Қашу майданға шықты. Ондайда қашанда қолбасы шығуы тиіс. Сондықтан ұйғарым Қазыбекке болды. Шынымен-ақ адам өлтіреміз деген ой тұрды көкірегімде, бірақ мен өлтірмесем ол мені өлтіреді, тәуекел етін деп жазады. Қазыбек Қашу найзасының қамын Қазыбекке қадағандай өлді деген осы ғой деп тұрады. Қазыбек найзаны қылышпен қағып жіберіп екі өледі де жауының басын шауып жібереді. Бірақ қылыш басына тимей Қажының қолын яғна бөліп түсіреді. Бұдан кейін Сатай Есенбек жеке-жеке шығып, олар да жеңіске ие болды. Қалмақтан жекпе-жекте 7 қазақтың 3 кісі өлді. 2 күн майдансып қазақты қалмақты соғысып қайтты. Бұл ұрыс шын ұйымдасса қазақтың көп күш көрсете алатынын көздерін жеткізді. Қалмақтардың жекпе-жек сұрағаны қазақтарды пайдалы болатын, өйткені додаға түсер болса қалмақ қолы сөз жоқ көп түгін жасар еді. Осыдан кейін қалмақ қолы негізгі қолға қосылмақ үшін талас шуас басып шыңбасқа тартты. Олар қолпа арқылы жүрді де ашылмас
маңға қалды. Қамыс арасына жасырынған қазақ қолы қалмақтарға алдын өткізіп жіберіп, артынан тиіп жамсатып салды. Өйткені 3 Алматыдан тартатын бір Бұлжарға жолы бір ғана сүрле мен қамыс арасынан өтетін. Қалмақтар тау бауырлап жүруді қолайсыз, қауіпті деп тартты. Жалғыз одан басқа жер құйрық батпақ. Оған ол кездері атты кісі түгіл жаяу адам жүре алмайтын. Сондықтан Қазыбек батыр басқаны өтеген Сатай бөлек қолы құйрығы жеу соғысын салып қалмақты көп шығынға ұшыратты. Өздері де біраз адамды қара жер қойнына берді. Қазыбек батыр басқан сол шыңғысқа жеткенде шона лаузан астына алған екен деп, бірақ Әбілқайыр басқан қазақ қолы астына да ондағы 30 ұлыс елді жаудан босатқан болатын. Қалмақ та қазақ та бар қолын осында жинады. 1726 жылы Асының төңірегінде кейін Орда-басы аталып кеткен жерде бүкіл қазақ бас қосып кеңесті. Бұл бас қосып ақылдасуды ұйымдастырғанда басшылық еткенде қазақтың 3 кемеңгері Үйсін Төле би, Қыз-дауысты Қазыбек, Кіші жүз Әйтеке болатын. Осы жиында қазақ жасаған қолбасшы Әбілқайыр болып сайланды да, бірақ бөйлі ұрысты оны Қанжығалы Бөгенбайға көтерді. Ұлы жүзге қараған қолда 17 мың адам болды. Оған басшылыққа Жолбарыс хан жүргізуі тиіс еді. Ұрыс барысында қолды белгілі батырлар бастап кетті. Дулаттарынан келген 8 мың қолды Төле бидің бірге туған бауырлары Сәңкебай, Шүйбек, Шымыр келді. Қарақалпақтан келген 2 мың қолды Қылышбек, Жангелді екеуі басқарды. Қалған 7 мың қол жетісу қазақтары болатын. Осы 7 мың адамға жалпы басшылыққа Тауысарұлы Қазыбек батыр жасады. Шапырашты Еміл ағайынды қаумен Дәулет, Шапырашты Асыл Наурызбай, Әкелі балалы Сатаймен бөлек, Дулат Жалғыз Өтеген, Дулат Ботбайсамен Албан хан келді. Әкелі балалы Қазыбек пен Қасқары осы қолдың басшылығында болды. Осы аталғандардың барлығы да жекпе-жекке түсіп жаудан қазақ кегін алған көрнекті батылдар еді. Жылғы жазда қатты ұрыс болды. Орта жүз қолы Сәмеке қолында делінгенімен 2 түмен мен Қыз-дауысты Қазыбек би өзі басқарды. Бір түмен әскердің нарты Бөгенбай, екінші түмендікі Қабанбай болды. Кіші жүз қолы 7 мыңдай еді. Оны Әбілқайыр қолына ұстады. Сол жазда 1726 жылы Сарысу бойында Айрантөлген деген жерде ұрысқа қазақтың 44 мың адам қатысты. Жер-көктің бәрі маған қазақ болып кеткендей көрінді деп жазды Қазыбек бек. Майдан 4 жерде жүргізілді. Әрине Қазыбек бек те сұлықтардың арасында болды. Жолбарыс хан шатыры Бұланты дейтін өзен жағасына тігілді. Оңды күні-түні тапжылмай Төле би ұрыс барысын бақылады. Алғашқы 3 күн жекпе-жекпен өтті. 4-ші күн түтіс дода басталды. Бақтиярлаған үйсіндер, ақ жолдаған арғындар жер күңірентті. Ұрыстың ақырында үйсіндер Ай-Қораланды соғысын салды. Бұл ұрысты жүргізуші Қазыбек Тауысарұлы еді. Ай-Қораланды соғысында жаудан қоршап алады да сыртта кейін тұрғандарға оқтың біреу тисе де үшеуі тимейді. Ал ортадағы жиын топқа оқ не қалмаққа не атқа тиейді. Біздің 7 мың адамның оғының 7-інің біреу тисе де 1 мың оқ тиеді. Солай болды да. Ойбай жылқы кісенесі қарнынан тиген оқтан туылған ат бауырына тығылған жаяу қалмақ оларға айналып қолғануға мүмкіндік болмады. Қоян қашты жасадық. Нақ осындай соғыста Қабанбай қолы да Бөгенбай қолы да салды деп жазды Кейінбек. Айрантөлген даласы бұдан былай қалмақ қырылған деп аталды. Әбілқайыр өзіне қараған қолын алып бұл ұрыстың аяғына қарамай кетті. Бұған ызаланған Бөгенбайды, Өтегенді, Қабанбайды, Сәңкебайды, Төле би мен Қыз-дауысты Қазыбек биге зорға басты. Арада 2 жыл өткенде, яғни 1729 жылы наурызда қалмаққа Қытайлар шабуыл жасады. Қалмақ үкші бөлінді. Енді олар көбіне қорғануға көшті. Олар әлі де көп болатын. қазақ жерінде 35 мыңдай бар еді. Жарысынан көбі Ұлытауға, Қарқаралыға қарай бет кетті. Қалған 6 мыңдай ойраттар Жетісуға қарай шегінді. Жолбарыс пен Төле Ордаға кетті де 13 мың ұлы жүз қолынан басшылық етуге Қазыбек батырға жүктелді. Қалған қалмақтар Қаратау қойнындағы ысылар мен ошақтыларды қырып жіберді. Сондықтан Қазыбек батыр Қаратау екі түрі арасында қайта соғыс салды. Қалмақ жағын Қалдан Сереннің нағашысы Донық басқарды. Бас батыры Боқтықайшар еді. Қалмақтар Ботқайшарды көбірек ардақтайды. Сол ардақтан осы Қаратауда Ұзынбұлақты Жаныс Өтеген батыр жекпе-жекте өлтірді. Қазыбек бек Ботқайшар мен Өтеген ұрысы жөнінде кітап жазған. Оны соғыс жағдайында жоғалтқан, бірақ біздің қолымызда кітаптағысы бір өшіркі бергісіз. Қалмақты түре қуған
Қол шуға дейін келгенді шуасының сағасында қан шатырды кіліп қазыбек батыр төлеге сәлем бере барды. Ол ұрыс байтын баяндады. Төлемен бірге туғандығын істеп Зеңкі мен Шойбек сөзге араласпақ еді. ұрыста бастық біреу болады, екі бастық болса қандай күшті әскер болса да қадапқа жете алмақ емес деп оларды төре тыйып тастады. қазыбек ағаң сәлем айтыпты, адасты, бізге жібермейміз бе, біздің тіршілігімізде қағазы қалсын депті. Төре сөзін аяқтады. қазыбек батыр барғысы келмеді. Осы жолбарыс қолдады. қазанған қарекаттың нәтижесін көруге дәрт болдым. төре ағаға жағдайды айтып ризашылығын білдірдім. кәдім ұрыстардың кәмі тәсілін ғасырғанымызды айтып мехнатымның құқығын көрейін дегенді айттым, дейді қазыбек бек. жазғы салым сәмеке бөгенбай қолын шақыртты. бөгенбай түстегі жағдайын қиын екенін біліп оған бармады. оған бармаған дұрыс та екен, өйткені жетісуда болатын майданға қаздауызды қазыбектің өзі де мың қолмен келді. өйткені қалмақ қолының 25 мың хан жамбыл тауын мекендеп бізге қайта шабуылдамақ болатын. қаздауызды қазыбектің алдағы болатын кесіліске сонау ұлытауда келуі Төле биді де бөгенбайды да қазақ жасағының бәрін де көтеріп тастады. бөгенбай мен қазыбек батыр алдағы алатауда болатын ұрыстың жобасын жасап оны Төле мен қазыбек билерге жолбарыс ханға құптатты. бұл қазақтың бар күшін салар ұлы майдан еді, сондықтан да әзірлік ерекше болды. егер қалмақтар жекпе-жек сұраса, кім барады, соғыстың арты қалай болады, қай маңбасадан қолы қай жерде, қай жақтың қай мезгілде ұрысқа кіру керек, осының бәрі шешілді. осы жерде қабанбай қолы қайда деген сұрақ туады. бұл кезде қарқаралы маңында ұрыс салып жатыр еді. егер осы жетісуда майданға келе жатқан қалмақ қолына қабанбай тосқауыл салмағанда жау тым көбейіп кетіп орта жеңіске жетуі екіталай болар еді. сондықтан да қабанбай қаптаған қалмақ қолын қарқаралыда бөгенді және оны ешкімнің ақылынсыз өзі ойлап білген. кейін аңырқай аталып кеткен алатаудың ұрысы қазақтың жеңісінің бетбұрысы болды. бұл ұрыста жүздеген батылдар көзге түсті. әсіресе алғашқыда аңыраққа жекпе-жекке шыққан бөріктің ерлігі осы ұрыстың жеңісінің басы еді. 44 күнге созылған бұл соғыста қазақ өлімі де көп болды. бұл ұрыста қазыбек батыр қолданған үш тоғыз соғысының жеңісі ерекше еді. артын не екі ашаға не үш ашаға айналдырамыз деген қазыбек батыр мен бөгенбайдың дегені болды. алмақ екіге бөлініп жартысы арқаға, жартысы жетісудың шығысына, үш алматыны бетке алып қашты. міне осы аңырқай соғысын басқарып жеңіске ие болған қазыбек батырға бек атағы берілді. ол жолбарыс ханның қаршысында алдымен орда бегі, кейін ұрыс елшілік істерін басқаратын оңғыл болып берілген. ернеше жыл жолбарыс ханның сол тізесінің басы. оның арасында қазыбек бек майданға сұранып келіп үш алматы ұрысына қатысты. өзі нарт сайлаған шапырашты наурызбаймен бірге шамалы әскерін таталқан шығарып жетісудың батысын жаудан азат етті. бектің ордада болған кезі де жемісті болды. ол жетім жолбарыс қарадан шыққан хан абылай деген кітаптар жазып қалдырды. өз өмірінде жазған жырлары бар. жолбарыс ханның ордада өлтірілуі, Төле бидің орыс патшалығына қарамақ болуы қазыбек бекті қатты түңілдірді. ол осыдан кейін ақ ордада кетуді ойластырды. ақыры елім жаудың қолында дегенді осы доғаратып одан кетіп сонда оған қатты атқанды біреуге бағынып нәлет қамытын күймеу үшін қалмақпен жанын аласып жан берісіп жүргенде жолбарыс пен Төле бидің орысқа бодан болуға қойлы болып қазыбек екіге білдірмей орынборға не бүлік айтпайды жіберу еді. қазыбек бек елге келген соң шапырашты наурызбайдың ақылшысы болды. қабанбай мен бөгенбайдың наурызбайдың талай қанды соғыстарына бірге қатысты. қалмақты құртып жібергенше ол тыныш таппады. сөйтіп жүріп қырық жерінен найза тиіп ақыры ол жара асқынып 1776 жылдың қараша айында дүниеден өтті.